Ассалаумағалейкум, ардақты ағайын. Ағады таудың суы, асыр-тасыр, жылқыңды тасырлатып, таудан асыр. Жақсы адам жайлы жаман ойлағанның басына шатырлатып, түссін жасын деп аталарымыз айтқандай, адамдар жайлы жаман ойдан аулақ болып, өзгелерді ақтауға себеп іздеп тұралсақ, онда ілгергі өткен ізгілердің ізіне ерген адал ұрпақ болады екенбіз. Адамның табиғатынан ба, тәрбиесінен бе, әйтеуір оның санасына жаман ой бірінші келіп жатады. Бірақ бізден бұрынғы өткен дана кісілер бізге жақсы ойлау жайлы талай өсиеттер қалдырып кеткен екен. Бүгін біз солардың біразын тілге тиек етсек деп ниеттеніп отырмыз. Қиядағыны қыран ғана көреді, ұядағыны жылан ғана көреді. Бұл қыран мен жыланның табиғатына сай қасиетін салыстырудан туған тағылым. Яғни ақыл парасаты мол адам өмірдің жақсы жағын ғана, жарқын болашағын, асқар арманын, елдігін көрсе, парықсыз пасық адам өмірдің көлеңке жағын, жабулы жатқан көн қоқысын, бықсып жатқан былығын көруге бейімдірек. Болар елдің баласы бірін бірі батырым дейді, болмас елдің баласы бірін бірі қатыным дейді. Өсіп өнетін елдің азаматтары әдетте бірін бірі қолдап, қуаттап, жаманын жасырып, жақсысын асырып, қолпаштап, тату тәтті жүрсе, өсіп өнбейтін елдің азаматтары өзін өзі жамандаумен, қорлаумен, күстаналаумен әуре болады. Аяқтан шалып, етектен басып, әйтеуір өсірмеуге тырысады. Мынандай бір әңгіме бар. Баяғыда бір мақтаншақ дүмшелеу бір жігіт тақуа кісінің сыртынан әрден айтып жүреді екен. Ел екеуінің кездесі бір айтысқанын күтіп жүреді екен. Бір күні бір жиын болады да, екеуі қарсы отырып қалады. Тақуа мақтаншаққа бір саусағын көрсетсе, анау екі саусағын көрсетті. Тақуа бес саусағын көрсетсе, мақтаншақ жұдырығын көрсетіпті. Сонымен әңгіме тәмам болады. Кейінірек тарасқан соң, тақуаның қасындағылар бұлардың ортасында не әңгіме болғанын білгілері келеді. Сонда тақуа: мен Алланы бір деп білесің бе деп ем, ол Мұхаммедтің оның пайғамбар екенін де білем деді. 5 уақыт намазың бар ма деп ем, ол бәрі де тастай деді. Мен онда таласатын не бар, әңгіме тәмам дедім. Ал енді келесі адамға оның қасындағылары: не дедіңдер, біз түсінбедік дегенде ол маған бір көзіңді шұқпалайын ба деді. Ал мен сенің екі көзін шұқимын дедім. Ол маған шапалақпен салып қалайын ба деді. Мен төбеңнен жұдырықпен қойып қалам деп ем, байқұс сонымен өшті депті. Жақсы ойлағанға не жетсін. Жақсы ойлайық. Жақсы ойлаған жақсы ғой, адам жайлы қателік іздеп жұрттан қадалмайды. Біреудің дегенімен істегені болмайды, қарап жүріп оған қайғы. Іреңі бәлеқордың солғын тартып, жүрегі жайбарақат соғалмайды. Әркім өз ойынан хабар береді. 3 кісі келе жатып, аулақта жолға жақындау бір тұстан шұңқыр қазып жатқан адамды көріп, 3 түрлі пікір айтады. Біріншісі: анау адам дәуде болса біреуді өлтіріп қойып, енді сонысын жасырып, көміп тастағалы жанталасып жатыр дейді. Екіншісі: ол адам шамасы бір жерден қабымен алтын тауып алып, соны тығып жатқан шығар дейді. Үшінші жолаушы: сендер қателесесіңдер. Ол әдейі жолға жақын жерден жолаушыларға арнап, құдық қазып, су шығарайын деп жатыр деп айтыпты. Әркім өзіне лайық ой ойлайды екен. Біз жайлы өзгелер жақсы ойласын десек, біз де өзгелер жайлы жақсы ойда болуымыз керек екен. Бейтаныс адам бітеу жаңғақ. Сырын білмейтін адам кімге де болса жұмбақ. Сыры жұмбақ болғандықтан оның жақсы жаман мінез құлқы бітеу жаңғақтың ішіндегі дән тәрізді беймәлім болып қала береді. Кейбір кісінің сырты бүтін болғанмен, іші, яғни дәні құрт жеген, шірік немесе қурап кеткен болуы мүмкін. Немесе керісінше, сырты қарайып тұрғанмен, ішіндегі дәні толық та тәтті болуы ықтимал. Авар ұлтының ақыны Расул Ғамзатов айтады: ақсақ бәлде, сау мәлде отырғанды кім білсін? Ұйықтап жатқан сабазың соқыр мәлде кім білсін? Адал мәлде арам ба, сыр алыспай кім білсін? Батыр мәлде қорқақ па, бірге алыспай кім білсін деп. Сондықтан адамды әбден зерттеп білмей, ол жайлы пікір айтып, куәлік берудің қате екенін білдіретін, ескертетін мақалдар көп. Ілгеріде бір дана кісіге біреу келіп, басқа бір адамды мақтай бастайды. Сонда дана кісі: сен онымен көрші болып көрдің бе деп сұрайды. Жоқ дейді анау. Ақшалай алыс берісің болып па еді дейді тағы да. Жоқ, ондай араласым болған емес дейді айтушы. Ұзақ жолда сапарлас болып көрдің бе?
Жоқ, онда сен ол туралы ештеңе айтпай-ақ қой, бәрібір білмейді екенсің депті дана кісі. Сырты қара болғанмен, іші сара. Бұл мәтелде жоғарыда айтылғандардай кісінің сыртқы сипатынан гөрі ішкі әлемі көркемірек екенін білдіреді. Ағашы аласа болғанмен, алмасы тамаша деп Қадыр ақын айтқандай, кемсіте менсінбей қарамау керек екенін ескертеді. Бірде мұғалима апай сабақта балаларға бір кеменің суға батқанын, онымен жолаушылап келе жатқан бір ерлі зайыпты адамдардың құтқарушы қайыққа бірге жүзіп жеткендерін, бірақ ол қайықта бірақ кісілік орын болғанын, сол кезде күйеуі әйелін әрі итеріп жіберіп, өзі мініп кеткенін айтып берді. Ал әйелі өлер алдында күйеуіне бірдеңе деп айғайлапты. Осы жеріне келгенде мұғалима әңгімесін тоқтатып, қалай ойлайсыңдар, әйелі не деп айтуы мүмкін деген сұрақты ортаға тастайды. Оқушылар жан-жақтан жапа тармағай шуылдап өз ойларын айтып жатты. Олардың көбісі опасыз, сатқын, арам деп жатты. Мұғалима бір ғана баланың үндемей ойланып отырғанын көріп, сен қалай ойлайсың, ол әйел не деуі мүмкін деп сұрайды. Бала, менің ойымша ол кісі баламызға қамқор бол деп айтқан шығар дейді. Мұғалима, сен бұл оқиғаны білуші ме едің дейді таңғала. Жоқ, бұл сөзді менің анам өлерінде әкеме айтқан еді дейді оқушы. Мұғалима өзінің көз жасаурап кеткенін ешкім байқамаған шығар деп ойлайды да әңгімесін әрі қарай жалғастырады. Сонымен ер кісі қызын жалғыз тәрбиелеп өсірді. Көп жылдар өтіп, әкесі ақырет әлеміне аттанып кеткен соң, қызы оның күнделігін тауып оқыды. Онда былай деп жазылған екен. Біз сапарға шыққанға дейін әйелімнің жаман ауруға шалдыққаны, енді өмірінің соңғы күндері ғана қалғаны маған белгілі еді. Әйелімді қайыққа мінгізіп, өзі мұхиттың ортасында қалғымақ келді. Алайда қызымның бақыты үшін амал жоқ оны тастап кетуге мәжбүр болдым деп мұғалима әңгімесін аяқтады. Сөйтті де оқушылардың жүздеріне барлай қарады. Олардың көздерінен қатты толқығандықтары көрініп тұрды. Және де олар сырты әдемі көрінген әрбір нәрсенің жақсы болып шыға бермейтіні, сол сияқты жамандық, сатқындыққа ұқсаған кейбір жағдайдың тасасында қайырымдылық та болуы әбден мүмкін екенін түсінгенде еді. Сондықтан адамдар жайлы ұшқары ойлауға асықпау керек екен. Өйткені ол жайлы біз білмейтін нәрселер өте көп болуы да ғажап емес. Жаман адам жақсы адам бар дегенге сенбейді. Кейбіреу өзінде жоқ асыл қасиеттердің басқаның бойынан табылуы мүмкін екеніне сене алмайды. Бір кісілер біреуге жақсылық жасаған болса, оны көрген, естіген адам ол оны бір есеппен жасап отыр деп сенімсіздік білдіріп жатады. Себебі өзінде ондай азаматтық, жомарттық сипат жоқ болған соң, басқаларда болуы мүмкін деп елестете алмайды. Бұл әрине өкінішті. Бірде мынадай бір оқиға болады. Күйеуі диванда газет оқып отыр. Әйелі терезеден сыртқа қарап тұрып, көршінің әйелі кірді жөндеп жумапты. Сатал болып осы жерден көрініп ақ тұр дейді. Күйеуі, енді қазіргі сабындар қай бір оңған дейсің, қытайский шығар. Бәрімізде сондай сабынмен жуып жүрміз ғой, өзінің салақтығы да деп есіктен шығып кетеді әйелі. Ері басын шайқап, ай деп қала береді, сосын тұрады да терезені сыртынан әдемелеп сүртіп, қайтып үйге келіп отырады. Бір кезде әйелі бөлмеге қайта кіреді де терезеге жақындап, қызықты қара, менің сөзімді естіп қойғандай көршінің әйелі кірлерін қайта тазалап жуып жайып қойыпты дейді. Сонда күйеуі күліп, біреу туралы пікір айтуың үшін адам алдымен көңілінің терезесін тазалап алуы керек депті. Сөзіңе сөйлегенше сен егесің, сөйлеп ап кейде ұяттан көп өлесің, сыртынан жұртты жақсы көргің келсе, сүртіп ал көңіліңнің терезесін деген өлең содан қалған екен. Тағы бір өлеңде, кісі емес кісі артынан жамандаған, талайлар жамандауға маман болған, адамдар жайлы жақсы ойлағанның ғайбаттан тіл әрқашан аман қалған. Өзінің мініменен күрескендер өзгенің кемшілігін көре алмаған дегенде ой айтылады. Мынадай бір өмірден алынған мысалды келтіре кетсек артық болмас деп ойлаймын. Кішкентай ғана қыз бала екі қолына екі алма ұстап тұрған. Оған анасы жақын келіп, балапаным менің, маған екі алмаңның бірін бересің бе дейді күлімсіреп. Қызы сәл ойланыңқырап тұрды да екі алмасын да кезек-кезек тістеп алды. Анасының көңілі біртүрлі күйге түсті де онысын білдіріп алмауға тырысты. Себебі оның сүйікті қызы одан екі алмасының бірін қызғанғаны шынында ол күтпеген іс еді. Бірақ қызы көп күттірмеді. Бір қолындағы тістелген алмасын анасына ұсынып, анашым, мынау алманы алыңыз, осы тәттірек екен деді. Бұдан біз алатын сабақ, өзгені айыптауға асықпау керек екен.
Әуелі оның өзін тыңдап алу керек. Себебі сіздің өз көзіңізбен көріп тұрғаныңыздың өзі алдамшы болуы әбден мүмкін. Біз көбінесе кей жағдайға жалпылай қараймыз да, адамның ішкі сырына тереңірек үңіле бермейді екенбіз. Адамның сырты алдамшы. Адамның сыртқы сипатына қарап, асығыс ой түйуге, бағалай салуға болмайды. Ақын Төлеген Айбергеновтың «Өзімді көрсең, тұрысым осы менің, ал мендегі алапат сезімді көрсең, шошыр едің» деген өлең жолдарында айтылғандай, кісінің жан дүниесі, ішкі әлемі сыртқы бейнесіне мүлде қарама-қарсы болуы мүмкін. Бірде бір әйел кісі алыс сапарға аттанбақ болып әуежайға келеді. Ұшуға әлі ертелеу еді. Ол бір қорап печенье сатып алады. Сонсоң оңашалау бір орындыққа отырып кітап оқи бастайды. Сәлден соң көрші орындыққа бір кісі келіп жайғасады да, ол да кітабын шығарып оқуға кіріседі. Әйел қасында тұрған қораптан бір түйір печеньені ала бергенде, жаңа келіп отырған көршісінің де қорапқа қол созғанын байқап қалады. Әйел бейтаныс кісінің әдепсіздігіне ашуланып, ұрсып тастағысы келеді де, өзін әзер тежейді. Қорапқа қолын созған сайын, ол кісі де бір түйірден алуын тоқтатпайды. Үндемеген сайын басынған көршінің бей әдеп тірлігі әйелдің ашуын шегіне жеткізеді. Осылай іштей арпалыста отырғанда қорапта бір ғана печенье қалады. Енді не істер екен деп отырғанда әлгі кісі еппен оны екіге бөледі де, жартысын қорапта қалдырып, әйелді одан сайын таңғалдырады. Арсыз әрекет әйелді әбден ашуға булықтырады. Ол орнынан тұрады да, кітабын қолтықтап ұшаққа беттейді. Сөйтіп әлгінде болған жайтты санасына әлі сыйғыз алмаған күйі ұшақтағы орнына келіп жайғасады. Артынша қол сөмкесін ашса, бағана сатып алған қорапта өз печеньесі сол қалпы тұрғанын көреді. Күтпеген көрініс оның жан дүниесінің астан кестеңін шығарады. Артынша тұла бойын ұят кернеп, өзін қоярға жер таппайды. Әлгі бейтаныс кісі әдепсіз де, арсыз да емес, керісінше нағыз ұстамды әрі жомарт кісі болып шықты. Осылайша кейде өзгені 100% кінәлі санап, өзімізді сүттен ақ судан таза сезінеміз. Шын мәнінде біз айыптаған кісінің адамгершілігі мол, бізден өресі биік, ұстамды әрі кішіпейіл жан болуы әбден мүмкін екен. Сонымен құрметті ағайын, жақсы ойлау жайлы жеткілікті әңгіме айтылды деп ойлаймыз. Ендігі бізге қалғаны осы естігендерімізге амал ету ғана. Ендеше айтылған әрбір мақал мәтелдер мен ғибратты әңгімелерді аз да болса көптей, талқан да болса сөктей көріңіздер. Ең бастысы ойларымызға абай болайық. Өйткені ғалымдар айтады екен, кімнің ішкі дүниесі жақсара бастаса, оның сыртқы істері де дұрыстала бастайды. Ішкі дүниесі дегеніміз ізгі ойлар екен. Адамда бір ой сақталып тұра берсе, ол шешімге айналады. Шешім бір күні мақсатқа айналады. Мақсат әрекетке айналады, әрекет нәтижеге айналады. Ол нәтиже адамның өзінің ниетіне байланысты жақсы да, жаман да болуы мүмкін. Сондықтан жақсы ойлайық. Жақсы ой санамызды сәулелендіріп, жүрегімізді нұрландырады. Сонда біздің жүрегіміз де жарық, көңіліміз де қарық болмақ. Алайым әркез солай болсын деп тілейік. Сау болыңыздар.